Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Соңғы күні барлық жерде Нэнси Пелоси, Тайвань мен Қытай туралы көп айтылып жатыр. Бұлар кімдер? Нэнси Пелоси деген 80 жастағы кемпір, ол Американың мәжілісінің төрағасы. Ол өзінің қырсық мінезімен танымал. Пелоси барлығын үнемі көтінен кері жасайтын деп Дональд Трамп айтқан еді. Ал енді Тайвань деген не? Шағын ғана аралды ел Тайваньның алпауыт елдер арасында соншалықты маңызға ие болатыны қалай? Бүгінгі Тайвань қалай барлыққа келді және Қытаймен қандай қарым-қатынаста? Тайвань аралы Цин империясы тұсында, яғни 1895 жылғы соғыстан кейін 50 жыл Жапонияның қарамағында болған. Бұл тұста ол Қытайға қарағанда жедел дами бастаған болатын. 1945 жылы екінші дүниежүзілік соғыстан жеңілгеннен кейін Жапония Тайваньды сол кездегі Қытайды билеп тұрған Гоминданға қайтарып берген. Алайда Тайвань тұрғындары Гоминдан билігінен көрі Жапонияның құрамында қалуды қалаған және Чан Кайши билігіне қарсы көтеріліс жасаған. Бұл қозғалыстар Гоминдан билігі жағынан жанышталып, 30 мыңнан астам тайвандық қырғынға ұшыраған. Ұлттық партия мен коммунистік партия арасындағы азаматтық соғыстан кейін Жаң Жиеші Нанжиңді тастап Тайваньға шегінді. Бұны стратегиялық шегініс деп бағалауға болады. Яғни, үкіметтің қазына байлығынан тартып, құнды мәдени тарихи мұралар мен құжаттарды, зиялы қауым өкілдері мен ірі қаржы шонжарларын түгелдей Тайваньға алып кетті. Сондықтан да Қытайдың дәстүрлі жазуы, салт дәстүрлері коммунистік басқарудағы Қытайдан көрі Тайваньда жақсы сақталған. Ең мықты ел анықталды. Бұл ақш. Flightradar әуе трекеріндегі Boeing қозғалысын бір уақытта 330 мың пайдаланушы бақылаған. Бұл қызмет тарихындағы рекордтық көрсеткіш. Бортта ақштың үшінші маңызды саясаткері Мәжіліс палатасының 82 жастағы спикері Нэнси Пелоси бар. Ол және американдық делегация мүшелері үшін Тайбейдегі Grand Hyatt қонақ үйінде бір қабат, барлығы 48 бөлмеге тапсырыс берілді. Пелоси ертең кешке дейін Тайваньда болып, қызыл кілем төселген парламентке барып, арал басшысы Цай Ин-вэнмен келіссөздер жүргізеді деп күтілуде. Айтпақшы, Тайвань әкімшілігінің веб-сайты сейсенбі күні күшті кибершабуылдарға ұшырады және әлі де үзіліспен жұмыс істейді. Пелосидің сапары қазірдің өзінде әлемдік саясатта үлкен шиеленіс тудырды және тіпті әлемдік тәртіпті өзгертуі мүмкін. Бүгін Пелосидің Тайбейге сапары туралы ақпараттың фонында Қытай бірнеше демонстрациялық шараларды қолға алды. Қытайдың екі авианосеці Тайваньға қарай жүзіп кетті. Қытай әскери әуе күштерінің жойғыш ұшақтары аспанға көтерілді. Жаттығулар бір апта бұрын басталды. Қытай армиясының оңтүстік әскери аймағының бөлімшелері жоғары дайындықта. Қытай сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Хуа Чунин бүгін бұрынғыдан да қаһарлы болды. Оның сөздері Солтүстік Корея тележүргізушілерінің үніне ұқсас болды. Америка құрама штаттары Қытайға Тайвань мәселесі бойынша үнемі қарсылық көрсетеді. Олар қызыл сызықпен рұқсат етілген шектеулерді кесіп өтеді. Біз Тайваньдағы сепаратистік элементтер мен сыртқы саяси күштердің араласуына үзілді-кесілді қарсымыз және оларға еш мүмкіндік бермейміз, деді Чунин. Ол сондай-ақ ақш Қытайдың егемендігі мен қауіпсіздік мүдделеріне келтірілген залалды міндетті түрде өз мойнына алып төлейтінін қосты, бірақ ол қайсы екенін нақтыламады. 28 шілдеде Джо Байденмен телефон арқылы сөйлескен Си Цзиньпин, отпен ойнаған адам міндетті түрде күйіп қалады деген көне мәтелді еске алды. ХХ билігінің дөрекі сөздері бет әлпетті сақтап қалу әрекеті болуы әбден мүмкін. Қытайдың негізгі сауда серіктесі саналатын Америкаға қалай жауап беретінін әзірге нақты айту мүмкін емес. Әскери жағынан елдер тең емес. Қытай ядролық оқтұмсықтардың саны жағынан айтарлықтай жеңіледі. ақш Қытайдан тіпті балалар ойыншықтарын да сатып алуды тоқтатқаннан кейін алпауыттың экономикасы тоқтайды. Алайда американдық балалар да бас көтеруі мүмкін. Бірақ Тайвань мен Қытайға оңайырақ. ХХ кеден қызметі бүгін Тайваньдан 3000 тауардың, негізінен ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын тоқтатты. Оқиғалар Қытай юанның бағамында көрініс тапты. Оның құны 71 теңгеден 70 теңгеге дейін төмендеді. Юань басқа валюталарға қатысты да құлдырады. Дүние тағы да лагерлерге бөлінген сияқты. Мәскеу Қытайды қолдап, ақшқа шаншу мүмкіндігін жіберген жоқ. Ресей сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мария Захарова былай деді. ақш өкілдер палатасының спикері Пелосидің Тайваньға ықтимал сапарын ақш әкімшілігінің Бейжіңге қосымша қысым көрсеткісі келетін кезекті арандатушылық әрекеті ретінде қарастырамыз, деді Захарова 1 тамызда. Беларусь сыртқы істер министрлігі де Қытайды қолдады. Біз ақштың өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелосидің Тайвань аралына сапарын жүзеге асырудағы жауапсыз табандылығынан туындаған шиеленістің күшеюін терең алаңдаушылықпен атап өтеміз.
Беларусь біздің стратегиялық әріптесіміз, халықтық кеңестің алаңдаушылығын толықтай бөлсе. Қытай Республикасы Вашингтонның Қытайдың ішкі істеріне араласуға және жағдайды ушықтыруға бағытталған жойқын әрекеттеріне қатысты. Германияның сыртқы істер министрі керісінше Қытай агрессиясы болған жағдайда Тайваньға қолдау көрсетуге уәде берді. Анна-Лена Бербок Берлиннің халықаралық құқық бұзылып, үлкен көрші кішіге шабуыл жасағанын қабылдамайтынын айтты. ақш мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен егер Пелоси аралға баруды шешсе және Қытай дағдарыс тудыруға тырысса, бұл толығымен Бейжіңнің жауапкершілігінде болады деді. Блинкен ақш конгресінің тәуелсіз құрылым екенін және кімге бару керектігін өз бетінше шешуге құқылы екенін атап өтті. Қытайдың армиясы Тайваньды қоршады. Қытай президенті Си Цзиньпин Америкаға мәжілісімен Тайваньға кірсе, оны атқылаймыз деп айтқан еді. Дәл сол кездері Қытайда көптеген әскери техника жылжи бастады. Ал тайвандықтар болса, спикер Пелоси, Тайваньға қош келдің, Тайвань ақшты жақсы көреді деп Азиядағы ең биік ғимаратына жазып қойыпты. Қазір Қытайдың екі жолы бар. Қытай кейбір әскери қадамдар жасайтынын айтты. Олай етпесе, Си Цзиньпин әкімшілігі бас тартты деп есептелетін болады. Сондықтан олар мүлдем ештеңе істей алмайды. Бірақ тәуекелдер күшейіп, соның салдарынан соғыс басталса да, бұл да ол үшін минус болады. Нағыз соғыс болмауы мүмкін, бірақ экономикаға кері әсер ететін шиеленістің артуы, қандай да бір қақтығыс болуы мүмкін. Бірнеше минуттан кейін Тайвань әскери режим орнатты. Сол кезде Қытай Пелоси ұшып келе жатқан самолетқа ракета жіберді. Тайвань өз сиреналарын қосыпты. Бірақ күні бойы Тайвань өзінің аралының қорғанысына бірнеше вертолетпен әскери самолет жіберген. Айтып кету жөн, тайвандықтар Нэнсиді күткен болатын. Қарапайым тайвандықтар Америка әйелін көруге асыққан.